Дәрігерлер аптап ыстықта көбірек су ішуге кеңес береді, сондай күн астында көп жүрмеуді ескертіп жатады. Мұндай уақытта терінің қызаруы, қызба, жүрек ауыртуы, ентігу, құрсаулар және талып қалу сияқты белгілер байқалса, бірден жедел жәрдем шақыру керек дейді мамандар. Жалпы маусым айы адамға қалай әсер етіп жатыр? Күн райының күрт құбылуынан қалай сақтанамыз? Осы және өзге де сұрақтарға 103 үйлестіру бөлімінің бас маманы Гүлжихан Шахимова жауап береді. Гүлжихан, амансыз ба, студиямызға қош келдіңіз. Сонымен биылғы маусым айы жаңбырмен, сонымен қатар аптап ыстықпен есте қалып жатыр. Күннің бұлай құбылуы адам денсаулығына да әсер ететін шығар, иә? Қазіргі соңғы мәліметтерге қарағанда жаһандық жылыну тек қана Қазақстанға емес, бүкіл әлемге әсер етіп жатыр. Батыс өңірлерде және оңтүстік өңірлерде алдыңғы аптада да ыстық, яғни 42 градусқа дейін оңтүстік өңірлерде, ал батыс өңірлерде 30-35 градусқа дейін температураның жоғарылауы жоспарланып отыр. Соған сәйкес қазір жедел жәрдем қызметіндегі шақыртулар саны да көбейіп жатыр. Мысалы, батыс өңірлерде 5%-ке дейін көбейгендігі байқалатын болса, ал оңтүстік өңірлерде 10-15%-ке дейін өскендігі байқалады шақыртулардың. Тек қана осы жазда ма, әлде жылда қайталанатын жағдай? Жылда қайталанатын жағдай. Бұл өйткені аптап ыстықта көбінесе созылмалы аурулардың өршуі, мысалы қан қысымының жоғарылауы, өкпе жеткіліксіздігі деген сияқты созылмалы аурулар өзінің көрінісін береді. Ал адамдар негізінен қандай шағыммен келеді, қандай шағыммен хабарласады? Негізі балалардың арасында көбінесе температураның көтерілуі. Бұл күн тигеннен, иә? Күн тигеннен балалардың арасында температураның көтерілуі және де құсу, іштің өтуі деген сияқты. Ал үлкен адамдарда делсалдық, тез шаршау, әлсіздік, ұйқышылдық, басының ауруы деген сияқты, немесе температураның көтерілуі, мысалы қатты күн өткен жағдайда, ыстық өткен жағдайда, мысалы ең бірінші назар аударатын, яғни жедел жәрдем шақыру қажет көрсеткіштердің бірі ол 40-тан және 40-тан жоғары температураның көтерілуі, адам температурасын, дене температурасының көтерілуі. Демек, күн тиген кезде баланың дене қызуы 40 градусқа дейін көтеріліп кетуі мүмкін? 40 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Онда ата-ана не істеу керек? Бірден жедел жәрдемге хабарласу керек? Негізі әуелі күн тиген кезде, мысалы, балада әлсіздік, мысалы, тез шаршау деген сияқты сондай жағдайлар болған кезде, онда үй жағдайында көмектесуге болады балаға. Мысалы, көбірек су ішкізіп, салқындау жерге көшіріп, баланы далаға шығарған кезде, мысалы, сағат 11-ге дейін күннің қатты түсетін уақытында емес, және кешке қарай шығару керек деген сияқты, сондай үй жағдайында профилактикалық шараларды қолданған жөн. Егерде температурасы 40-тан асып, іші өтіп, немесе құсу белгілері байқалатын болса, онда міндетті түрде жедел жәрдем шақыру керек. Сонымен бірге балаларда әлі жылу сақтағыш қасиеті, мысалы, алмастыру қасиеті өте жақсы дамымағандықтан, олардың жағдайы күн ыстық деген кезде қатты тез нашарлап кетуі мүмкін, ушығып кетуі мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде жедел жәрдем қызметіне жүгіну қажет ондай жағдайда. Сонымен қатар енді күн ысыған кезде көп адамның қан қысымы көтеріліп жатады. Әрине, біз бірден жедел жәрдем шақырамыз, енді қатты көтеріліп тұрса. Ал жедел жәрдем келгенше үйдегі адамдар қасындағы не істеу керек жағдайды ушықтырып жібермеу үшін? Негізі осы артериялық гипертензиямен диспансерлық учетта тұратын адамдар осындай уақытта, мысалы, мезгілдің ауысу уақытында, аптап ыстықта дәрігердің, учаскелік дәрігердің берген тұжырымдамаларын, яғни рекомендацияларын сақтау қажет, ең бірінші басты ескеретін жағдай. Яғни, мысалы, дәрі назначитсе, соны міндетті түрде, яғни базистік терапияны міндетті түрде қолдану қажет. Егерде ол кісі бұрын учетта тұрмаған болса, давлениесі кенеттен көтеріліп кетсе, ондай жағдайда ол кісіні қатты қозғауға болмайды. Мысалы, жатқызып, немесе физикалық нагрузка түсіруге болмайды ондай кісіге. Қасындағы кісілер таза ауаның болуын қамтамасыз ету қажет. Егерде қысатын киімдері болса, оны кішкене ашып, жеңілдетіп, ауаның оттегінің жақсы түсуін қамтамасыз ету қажет. Сонымен бірге
жедел жәрдем шақырған кезде, яғни кризис сондай жағдай болатын болса, қатты артериялық давлениенің көтеріліп кеткен жағдайларында, онда жедел медициналық жәрдемде диспетчер қоңырауды ұстап қалу деген бізде функция бар. Сол функция арқылы олар кризис жағдайында өздерінің консультациясын береді, яғни сол алгоритм бойынша диспетчердің айтқанын орындау қажет. Енді күн ысып тұр. Тек қана Астананы алатын болсақ, қазір жол жөндеу жұмыстары қызу жүріп жатыр. Ғимараттың ішінде отыра алмайтын, енді шыжған күннің астында жүретін жұмысшылар бар, жолшылар бар. Соларға қандай кеңес берер едіңіз? Мысалы, енді көп мамандық иелері бар, құрылыста жұмыс істейтін. Олар не істеу керек, қалай сақтану керек аптап ыстықта? Иә, қазіргі тек Астанада емес, бүкіл Қазақстан бойынша осы жедел медициналық жәрдемге күн өтті, ыстық өтті деген қоңырау шалғандардың көбісі далада жұмыс жасайтындар, яғни егін жинайтындар және құрылыста жұмыс жасайтын адамдар. Олар енді күн сәулесінен сақтану үшін міндетті түрде бас киім, мақтадан жасалынған, зығырдан жасалынған бас киімдер қолдануға қажет, су ішу, мүмкіндік болса көлеңкеде жұмыс жасау. Қалай ойлайсыз, осы адамның ас мәзірі, оның қан қысымының көтерілуіне әсер ете ме? Осы күндері жалпы аптап ыстықта адам қалай тамақтану керек? Негізі мамандардың пікірінше осы аптап ыстықта жеміс-жидек, көкөністер көбірек, жеңіл тамақтарды көбірек жеуге қажет. Мысалы, майлы, фастфудтан бас тарту қажет, және де сусындарды көбірек, судың 2 литр және одан жоғары судың балансын толтыру қажет, организмге қажетті. Демек, әңгімемізді қорытындылайтын болсақ, адам аптаптан қорғану үшін не істеу керек? Жиі су ішу керек. Күннің, мысалы, күн көзіне сағат 11-ден кейін шықпау керек, күн отырған мүмкіндік күнше. Тағы да не істеу керек? Ас мәзірін қайта қарау керек сияқты, мейлінше жеңіл тамақтар жеу керек сияқты. Манағы су балансын толтыру, және де киімінің несін қарау, табиғи материалдардан жасалған, мысалы, зығырдан, мақтадан жасалған киімдер, ашық түсті киімдер кию қажет. Ас мәзірін қайта қарау, яғни табиғи өнімдерді көкөніс, жеміс-жидектермен, сусындармен, жеңіл тамақтармен тамақтану қажет. Сосын барлық 21-ші ғасырдың мүмкіндіктерін пайдалану қажет. Сонымен қатар қан қысымы жиі көтерілетін адамдар міндетті түрде дәрігерге алдын ала қаралып, олардың айтқанын орындау. Жақсы. Ақпаратыңызға рахмет. Студиямызға келіп біраз сұрақтарымызға жауап бердіңіз. Бізде қонақта болған 103 үйлестіру бөлімінің бас маманы Гүлжихан Шахимова болды.